Сәлем достар, сіздермен болмен сайт УКБК.орг. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа сериал тақырыбы бала күтуші. Менің арнама лайк басып тұрып кетіңіздер. Бұны бір подписчикам осыны арнайы түсіруді өтінді. Енді мен сериалымды көп созбай бастаймын. Ал кеттік. Әпке қарашы, менің ойыншықтарым қандай әдемі, я? Я әдемі. Қыздар, мына ортада тамға кеп кетіңдерші, бір бәле айтам маңызды. Ол қандай маңызды нәрсе? Жүріңдер, айтам ойна жерде. Енді кеп отыра қойыңдар. Енді әкең екеуіміз Дубайдағы күшті демалыс ашылыпты, сол жерге барамыз ба деп ойлап отырғанбыз ғой. Енді сендерді апарамаймыз, бұл жаққа балалар баруға болмайды екен. Сендерді апарымыз келген, бірақ қалатын болдыңдар. Енді біз Дубайға кетеміз бүгін. Енді бүгін ба? Я, бүгін. Сендерді бала күтушілер қарайды. Сүңген шашындары 2 бала күтуші болады. Түсіндер ма? Олар сендерге тамақтарыңды береді, басқаларыңды береді. Үй жинай ма сонда? Үйді жинай ма? Я, үйді де жинайды. Енді болды, көп сызбай, бізде кетуіміз керек, қазір ұшағымыз ұшады. Жарайды. Кеттік. Есті құқтайсыңдар ғой? Иә, құқтаймыз. Бала күтушіміз қандай болады екен? Мен де білгім кеп тұр. Ал қыздар, сендерге сәттілік тілеймін. Бала күтушілерің жақсы ма, жаман ба, бізге айтасыңдар, жарай ма? Түсіндер ма? Иә, анашым, түсіндік. Жарайды. Бір бәле қажет болса, бір бәле қиындық болса, бізге звондайсыңдар. Біз де звондап тұрамыз ғой. Түсіндер ма? Іштеңе қиындыққа төніп қалмаңдар. Иә, біз кеттік. Қазір кеп қалады бала күтушілерің. Кеттік. Бала күтушілеріміз қандай болады екен? Қорқып тұрмын. Мен де. Ұрысқақ болса не істейміз? Мен қорқам, мен жылай салатын білетінді ба? Жоқ, білмейтін шығар. Ес қақты ма? Жүр кеттік. Келді-ау. Қалайсыңдар балдар? Біз сендердің жаңа бала күтушілеріміз. Я. Сіздер екеусіздер, я? Я, атанаң айтпады ма не? Қойсай болды. Енді қаз ғана келдік қой. Бопты, қаз ғана кеттік. Әлі көреміз. Бұл тәтеге мән бермеңдер, жарай ма? Ол бұрыннан сондай. Одан да кеттік. Жарай ма? Жарайды. Кеттік. Мына тәте маған қатты ұнап тұрған жоқ. Бір түрлі. Маған да бір түрлі болып тұр. Жарайды. Кеттік. Жарайды, кеттік. Я. Айтпақшы, тамақ пісіре ма? Так, қазір сендер осы үйде жинайтын боласыңдар, жарай ма? Олар жинамайды ғой, біздің жұмысымыз біздікі ғой. Бұлар әлі кішкентай. Мынау маған кішкентай, мынау болады, ең кішкентай. Бірақ мынау өгіз дейді әу ғой, жинайды бұл. Мен ба, я, шу алам, он болды, осы дейді. Бірақ бұл біздің жұмысымыз ғой. Бұлар істемейді, біз істейміз. Жоқ, істейді. Өзі ғой. Енді бірақ бізді жалдады ғой. Ақша береді. Жоқ, керек емес маған. Ақша керек емес па? Немене? Жоқ. Енді маған олар керек емес. Сен вообще-то артыршы. Короче, сен екеуің дегенде сен, именно сен осы үйдің бәрін жинайтын, полын жуып бәрін істейтін боласың ба? Жоқ, мен істегім келмейді. Істейсің. Біз істемейтін болса, мына көзіңді ойып аламсың ба? Болды, қойсай, баланы қорқыттың ғой. Біздің жұмысымыз бұл. Жұмысымыз болсамыз қайтейін, бәрбірде бұлар жинайды. Әсерсе мынадай осы. Болды, жылама. Жарайды, бірақ жәнегі тәте жаман ұрыспайды. Болды, қойындар болды.
яғни алаңда маңдар бұл сондай тәте. Әпке мына жәнегі тәтемін қатты ұнаған жоқ. Енді кешір. Ата-анамыз қашан келеді? Айтты ғой, 1-2 күннен соң келеміз деді. Тез бүгін келсе екен, мен ата-анам сағынып кеттім. Болды, қой. Қазір келеді. Не қылдың ба, балдарды жылатып? Мен өз жұмысымды істеп жатырмын. Түсіндің? Енді жұмысымды деп бұлар жинататын дейік, сен кімсің? Вообще не үйінде отпысың? Жұмысыңызды бастайық да. Не болсын? Енді шаршап кеттік қой, отыруға болмай ма не? Қазір ғана келдік қой, жақсы не істедің? Білем өзім, сен не маған жағаласып кеттің? Вообще-то сен құршы ба? Мен осы жұмысқа келдім, міндетім істеймін. Түсінбе? Сен үйшіна бұл, мен болдым. Сен маған жұмсайтын кімсің? Мен просто жұмсап отқан жоқпын, жұмысымызды айтып жатырмын. Стикта деп. Қойшы сен менімен жағаласып кеттің? Вообще-то сен жұмысың жоқ па, барып істес па? Менімен жағаласып кеттің ғой. Өзім шаршап отсам көрші ба? Мына тәтешқа балдарға теспесе болар еді. Ке мына жерде жуып тастайық, жуып жатырық. Ке мына жерге отырып су іше ғой, міне. Ішші. Қазір ішемін. Мына жерде не төктің? Және бер жуытқан мен ақмақтың ба сонда? Мә саған. Шынды не баланы ұрып атсың? Шынсың ба? Атаңыз естісе не істейтін білесің ба? Вообще-то, сен ақшаның жұмыс істемей, сен жұмыстан қуып жібереді ғой. Міне өстіп жуасың болмайды ма? Опылмай нәрсе ғой, соған ұрып болған кішкентай бала. Сен мен жұмсайтын кім еліне? Құрбар маған ақыл үйретпе. Вообще-то сен жылымыш маған. Осы тәтесті қаншты ғой. Болды, жылама. Бетім қатты ауырып қалды ма? Ауырды. Бетім қызарып кетті үші. Болды, қояды. Енді барып бөлмелеріңге барыңдар, жарай ма? Енді бұл тәтеден аулақ жүріңдер. Жарай ма? Жарайды. Мына тәтені қалай көндіреміз? Жақсы болға. Шаршап кеттім уже. Ата-анамыз звондап жатыр. Алло. Қалайсыңдар қыздар, не істеп жатсыңдар? Бала күтушілерің келді? Келді. Не, қандай екен? Бір бала күтуші жаман екен. Менің сіңілімді бетінен ұрды. Бірақ екіншісі нормально. Жарайды. 1-2 күннен соң кеп қаламыз. Жарайды. Давай. Қазір кеп 1-2 күннен соң келеміз деді. Жарайды. Тамаққа келіңдер. Тамақ онсы қарным ашып жатқан еді. Жүр кеттік. Қандай тамақ? Не, қандай тамақ? Картошка. Картошка ма точно? Қандай картошка? Картошка да жоқ оның ішінде. Енді үйінде бар, не соны істедік қой. Үйімізде бұдан басқа заттар бар еді ғой. Мұнан исі жаман. Енді тамаққа қанағат баяттыңдар ма? Бұларыны көреміз. Мына тамақ ба? Ойбай, доса кешіріңіздер. Кетіп. Мына тамақ ба точно? Тамақ не? Тамақтың түрін көрмегенсіңдер ма? Мұны тамақ емес. Бұны өзім дайындап бермесем, дайындап алса, кеттім мен жұмыстарына қанағатпай. Қазір өзім тамақ дайындап берем, күтетіңдер. Міне, жеп алыңдар. Мына өмірінде ең көрген күшті тамақ. Қазір тез жеп алғым келіп тұр. Жеңдер. Қазір. Дәмсің. Тағысып беріңізші. Қазір берем. Міне. Кішкентай қапты. Тамақты көп жейтін екенсіңдер, Ақылды балдар екенсіңдер. Рахмет. Қазір жеп алайын. Дәмсін-ай. Сіздің қолыңыз өте дәмді. Қазір мына ыдыстар жуып тастайсың, Дәл жуып тастайық. Болдым, енді бұна орнына қояйын. Мыналарды жуатын болыңдар, жарай ма? Қазір төккен жеріңді. Не істеп жатсың? Нені ашуың?
Мен жусын да бұлар төккен жерін. Мен жуып тастадым ғой я сана. Вообще-то сен не бұларға жұмсай бересің? Бұл біздің жұмысымыз ғой. Өзіміз істеуіміз керек. Құрбар.